Сәлем достар, бүгін біз 4-ші сыныпқа арналған ағылшын тілі пәні бойынша жаттығуын орындайтын боламыз. 47-ші беттен бастаймыз. Және де 24-ші жаттығу. Read and choose. Оқимыз, жазамыз, балалар және таңдаймыз, иә? How long is the Great Barrier Reef? Жаңа балдар оқығыдық біз, иә? 2300 километр. Екіншісінде болады what can you see, sir? The fish and the coral. Сен қандай жаңағыдай балықты көре аласың дейді. Fish and the coral деп белгілейміз. Және де үште болады бізде. Бұл болады. What is this a natural wonder? Let's go to one of the world's soft coral. Төртте болады бізде. Why this is getting smaller and smaller. Бізде төртте болады. Бұл болады, балдар. People are rubbish. There болады. Балалар, өте оңай тақырып. Мынаны осы жердегіні оқып, осыған сәйкестендіріп жазамыз. Мына жерде қарап тұрсыңдар, бәрі көрсетіліп қойған. Оп-оңай негізінде арғырып оқып түсініп аласыңдар. Балалар, бүгінгі тақырып мынады деп ойлаймын. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Күнделікті сабақ шығып отырады.